Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге жұмсақ пирожкилер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіз, маған жазылып видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Еліктен өткелген ұнымызға көпсіткішіміз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қатып тұрған сармайымызды көбіктеп турап, үстіне салатын боламыз. Қолыңызбен илейтін болсаңыз, майменен ұнды жақсылап мыжғылап аласыңыз. Мен миксерде осылай араластырып алдым алдын ала. Un менен сармай жақсылап бір-біріне езілуі керек. Үстіне майонез, жұмыртқамызды қосатын боламыз. Үстіне салқын мұздай суымызды қосамыз. Граммдарын міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Қамырымыз дайын болып қалды. Ең кейінде тұзын саламыз. Тұзын алдын ала салып жібермеңіз. Қамырымыз дайын, жұмсақ, өте нәзік. Столымыз үстіне қойып, аздап тек осылай формасына келтіріп қоямыз. Ыдысымызға салып, жарты сағатқа бетін жауып қоятын боламыз. Оған дейін салмамызды дайындайтын боламыз. Саңырауқұлақтарымызды осылай жіңішкелеп турайтын боламыз. Жуып тазаланған саңырауқұлақтарымызды осылай жіңішкелеп, әдемдеп турап аламыз. Осылай листіміздің үстіне қойып, 50 грамм сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жайып, духовкамызда осылай араластырып тұрамыз. Суы шығып, 15-20 минуттай осылай араластырып пісіріп аламыз. Піскен тауық еті, піскен жұмыртқа көбіктеп туралған, үстіне пісірілген саңырауқұлақ, дәмдеуіштер, тұз, аздап майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Қатты араластырып, не істеп жүру қажет емес, езгілей беру қажет емес, бір араластырсаңыз болады. Араластырып болғанымыздан кейін осылай домалақтап алатын боламыз. Осылай домалақтап аламыз. Менде 7 домалақ шықты, яғни 7 пирожки шығатын болады. Мен описанияға қалдырған рецептің жартысымен дайындасаңыз болады. Мен жартысын дайындадым. Қамырымыз дайын, қамырларымызды 80 граммнан бөліп алдым. Қалыңда үлкен қыламын десеңіз 90 граммнан қылсаңыз болады, одан үлкен болып кетеді. Дайын қамырымызды дөңгелектеген 15 минутқа қойып тұрамыз. Дайын қамырымызды дөңгелектеп, әдемдеп жаямыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болғандықтан қорықпаңыз. Түйілуі де, жайылуы да өте оңай. Дөңгелектеп тұрған салмамызды үстіне қоятын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғаныңыздағыдай ұштарын тегізіп, жалпайтып жібермейміз. Ұштарын тегізіп, жоғарыға қаратып түйетін боламыз. Саусағыңыздың ұшыменен осындай әдем форма келтіреміз. Қалғанда осылай жасап аламыз. Қатты жалпайтып жібермейміз. Қамырымызды үлкен қылып жайып та жібермейміз, қыздар. Орташа қылып жайып аламыз. Жоғары қаратып түйіп аламыз. Қамырымыз бір-біріне жабыстырып аламыз. Саусағымыздың ұшыменен осылай әдемдеп форма келтіреміз. Қамырларымыз түйіп болғанымыздан кейін 40 минутқа расстойкаға қоятын боламыз. Егер 40 минутта да көтерілмесе, 90 минутқа қоямыз. Қамырымыз ашық қалмау керек. Көтерілген, мінекей көріп тұрғаныңыздағыдай 2-3 есеге ұлғайып үлкейді. Үстіне жұмыртқаның ағы мен сарысын аздап көз мөлшерінде сүт құйып, барлық жеріне жағып шықтым. Қызып тұрған духовкалеріңізде 180 градуста пісіріп алатын боласыңыз. Міндетті түрде маған тіркеліп, басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Маған жазылмаған болсаңыз жазылып, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Подписаться бөліміне кіріп, видеоны басып қойыңыз.